Елімізде сатылатын алманың 50% сырттан келетін көрінеді. Осыған байланысты мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ішкі нарықты өз тауарымызбен қамтамасыз ету үшін несие мөлшемдерін субсидиялау және өндіріс шығындарының бір бөлігін қайтару арқылы отандық өндірушілерге қолдау көрсетілетінін айтты. Шу ауданының тұрғыны Серік өз кәсібін Көктөбе ауылында 2005 жылы 5 гектар жерге алма бағын отырғызудан бастаған еді. Бүгінде екі ғана алма ағашының, яғни Золотой Превосход және америкалық Star Crimson алма сорттарын өсіру арқылы 20 адамды жұмыспен қамтып отыр. Сонымен қатар өнімді ауданның орталық базары мен дүкендеріне сатып қана қоймай, Тараз, Алматы қалаларына жіберетін көрінеді. Кәсіпкердің айтуынша, алмалардың базардағы бағасы 300-350 теңге болса, қожалықта 150 ғана теңге. Сондай-ақ ауыл дүкендеріне 100 теңгеден берілсе, көп балалы отбасылар, ауыл қарттары және балабақшаға тегін таратылатын көрінеді. Менің қазіргі алма бақпен айланысып жатқаныма 15 жыл болды. Осымен қоса тағы да егін мал шаруашылығымен айланысам деген ойым бар. Қазір мені мемлекеттің субсидияны азайтып техникадаға деген 6% беріп жатыр. Соған қатысып, мені документ дайындап болдым. Тараздан бұдан да қуатты техникаларға алсам деген ойымдамын. Айта кетейік, күні кеше өткен жолдауда президент шағын және орта бизнесті дамытуды алғашқы бағдарында атап өтті. Нақтысы ішкі нарықта отандық өнімдерге басымдық беріліп, жан-жақты қолдау табатынын өз сөзінде ескертті. Отандық өнімге басымдық беру, макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету, экономиканы әртараптандыру және цифрландыру, сондай-ақ шағын және орта бизнес пен адам капиталын дамыту, заң үстемдігін орнықтыру. Сондықтан осы салада тың тәсілдер қажет екені сөзсіз. Берік шаруа қожалығының иесі алма бағынан бөлек аздаған жерге жоңышқа сепкен. Енді алдағы уақытта қант қызылшасы мен асыл тұқымды жүгері екпек ниетте. Ақкенже Асанқызы, Мербек Сауранбай, Аймақ.